25-ші сабақ жиынға берілген есептер. Бірінші есеп. Тараз қаласындағы Қазақ Дорстрой компаниясында неміс тілін 27 жұмысшы біледі, ағылшын тілін 30, қазақ тілін 32 жұмысшы біледі екен. Ағылшын және неміс тілдерін 15, неміс және қазақ тілін 12, қазақ және ағылшын тілдерін 9 адам біледі екен. Үш тілді де 5 адам біледі дейді. Әрбір жұмысшы кем дегенде бір тілді біледі. Неше жұмысшы тек қана неміс тілін біледі? Неше жұмысшы тек қана екі тілді біледі? Компанияда жалпы неше жұмысшы бар? Компаниядағы барлық жұмысшыны табу үшін біз мына берілген сандарды қосып, яғни қосу тәсілімен шығарсақ болады екен. Неміс тілін біледі деген, яғни 27-ге қосамыз. Ағылшын тілін біледі деген, яғни 30-да. Қазақ тілін біледі деген 32-ні. Сөйтеміз да осы қосындылардан азайтамыз. Екі тілді білетіндер, яғни ағылшын, неміс деген сияқты тілдерді азайтып отырамыз. Яғни 15-ті азайтамыз, 12-ні және азайтамыз. Қазақ және ағылшын тілін 9 адам деді, оны да азайтамыз. Үш тілді де біледі, яғни 5 адам деді, оны қайтадан қосатын боламыз. Осы қосындыны табатын болсақ, біздің барлық компанияда жұмыс істейтін адамдардың саны шығады. Яғни берілген сандарды қосатын болсаңыздар, бізде 58 шығады. Демек, компанияда барлығы 58 жұмысшы бар. Неше жұмысшы тек қана неміс тілін біледі дегенді анықтау үшін біз Вен диаграммасын сызатын боламыз. Яғни Вен диаграммасын сызып аламыз. Мынау бізде неміс тілі болсын. Одан кейін барып ағылшын тілін А деп белгілеп қойық, және қазақ тілін Қ деп белгілеп қойық. Дәл ортадан бастап толтыратын боламыз. Үш тілді де біледі, яғни 5 деген дәл ортасына түсетін болады. Енді осыған сәйкес азайтылып отқандар сандарға барамыз. Енді бүйтіп тұр. Қазақ және ағылшын тілін 9 адам деп айтылды. Қазақ және ағылшын деген ол мына жерден, яғни мына аралық мезетін. 9 адам десе 5 адам бізде тіркеліп қойған, демек 4 адам қалады мына жерде. Енді тағы қандай тіл бар еді? Ағылшын және неміс тілдерін деп айтылды. Ағылшын және неміс тілдерін 15 адам біледі деп айтты. Ағылшын мен немістің аралығы мына бір ортада тұрған аралық, бұның 5-і бар. Демек мынараға бізде 10 түседі. Себебі мынамен қосқанда 15 шығады екен. Және неміс және қазақ тілін 12 адам деп айтылды. Демек, неміс және қазақ тілі деген аралық бұл мына аралық. 5-і бар, ал онда 7 қоямыз. Себебі бұл екеуінің қосындысынан бізде 12 шығады. Енді сұраққа жауап берсек болады. Неше жұмысшы тек қана неміс тілін біледі деп айтылды. Неміс тілін білетін адамдардың саны ол 27-дің. Демек, 27-ден азайтамыз мына аралықтағы сандарды. 10, 5, 7-ні, яғни 10 азайтылған 5 азайтылған 7. Осы сандарды азайтатын боламыз. 27-ден 7-ні алатын болсаңыз 20 қалады, 20-дан 15-ті алатын болсаңыз 5 қалады. Демек, тек қана неміс тілін білетін адамдардың саны 5-еу. Барлық жұмысшылар саны бізде 58 болды. Енді келесі тағы бір сұрақ қалған еді. Неше жұмысшы тек қана екі тілді біледі? Міне екі тілді білетін адамдар мына жерде тұр. Яғни 7, 10, 5, 4. Осы сандарды қосатын болсаңыз, барлық екі тілді білетін адамдар саны шығады. 12-ге 5-ті қоссақ, 7-ге 5-ті қоссақ 12, 12-ге 4-ті қоссақ 16, және оған 10-ды қосатын болсақ 26. 26 адам бізде екі тілді біледі екен. Екінші есеп. Таргу университетінің екінші корпусында 118 студент бар. Олардың 61-і журналистика курсын таңдаған, экономиканы 7, филологияны 50, журналистика және экономиканы 23, экономика және филология 27, филология және журналистика 20, ал 3 курсты да 13 студент таңдаған. Тек қана филология курсын таңдаған студент санын табыңыз. Бір ғана курс таңдаған студенттің санын табыңыз. Ешқандай курс таңдамаған студенттің санын табыңыз дейді. 118 студент бар екен, олардың енді есептесек, былай есептейік, 61 қосылған экономикаға 57 адам деп айтылдық. Қосылған филологияда бізде 50 деп айтылды. Енді тура бағанағы есептегідей екі мамандықты таңдаған адамдарды азайтып отырамыз. Журналистика, экономика 23, оны азайтамыз. Студент экономика және филология, оны да азайтамыз. Және филология, журналистика, оның 20 екен, оны да азайтатын боламыз. Және курс, ал үшеуінде таңдаған адам ол 13. Осылардың барлығын есептейтін болсақ, біздегі осы үш мамандықты таңдаған адамдардың жалпы саны шығады. Яғни 61 қосылған 57 қосылған 50, осыдан азайтамыз 23-ті, азайтамыз 27-ні, азайтамыз 20-ны. Және нәтижесіне
13-ті қосатын боламыз. Сонда бізде 111 студенттің саны шығады. Ал бізде не деп айтты? Екінші корпуста 118 адам бар деп айтылды. 118-ден азайтамыз 111-ді, демек 7 адам. Яғни 7 адам бізде. Бұл ешқандай мына филологияларды таңдамаған. Яғни ешқандай бұл мамандықтарды таңдамаған адам. Яғни таңдамаған деген сөз. Енді келесі сұрақ. Бір ғана курс таңдаған студент санын табыңыз дейді. Бір ғана курс таңдаған студенттер санын табу үшін Вен диаграммасы арқылы анықтауымыз керек. Ол үшін қайтадан Вен диаграммасын сызамыз. Вен диаграммасы 3 дөңгелекшеден тұрады, себебі бізде 3 мамандық бар бұл жерде де. Бірінші мамандығымыз журналистика, 61-і журналистика курсын, яғни журналистиканы Ж деп белгілеп қойық. Одан кейін экономика, экономиканы Е деп жазып қойық, және филологияны Ф деп жазып қоямыз. Енді былай кетеміз. Дәл ортасынан бастайтын белгілі, яғни дәл ортасына 13-ті жазып қоямыз. Себебі үшеуінде таңдаған 13 еді. Енді 13, содан жоғары қарай кететін болсақ, филология және журналистика. Филология және журналистикаға 20 деп айтылды, 13-і бар, демек 7 түсетін болады. Келесі журналистика және экономикаға 23 деп айтты. Журналистика және экономикаға 23 деп айтылды, демек бізде 13 бар болса, демек нараға 10 түседі екен. Және біреуі бар, экономика филологияға 27-сі бар, демек бізде 27 болу үшін нараға 14 түседі екен. Тек қана филология курсын таңдаған студент, табуымыз керек. Филология курсын таңдаған бізде 50 адам деп айтылып еді. 50-ден мына 3 цифрдің қосындысын азайтып тастаймыз. Яғни 7 қосылған 13 қосылған 14. Яғни осы 4-еуін, 3-еуін қосамыз да нәтижесін 50-ден азайтып тастаймыз. 7-ге 13-ті қосатын болсақ 20, 20-ға 14-ті қосатын болсақ 34. Демек 50-ден 34-ті азайтамыз. 50-ден 34-ті азайтатын болсаңыздар 16 қалады. Олай болатын болса, тек қана филологияны таңдаған адамдардың саны 16. Бір ғана курс таңдаған студент санын табыңыз. Яғни бір ғана курстан таңдаған студенттер ол 16, және мына жерлерді анықтасаңыздар болады. Енді журналистика бізде қанша деп айтты бағана? Журналистиканы 61 деп айтқан екен. Демек 61-ден мына үшеуін азайтып тастаймыз. 10, 13-ке 7-ні қоссақ 23, мынамен 43 болады екен. 23, 33 болады. 61-ден 33-ті аламыз. 61-ден азайтамыз 33-ті. Бізде нәтижесінде 28 шығады екен. Демек, тек қана журналистиканы таңдаған адамдар саны 28. Ал экономиканы таңдаған адамдардың санын табу үшін экономиканы бізде 57 адам таңдаған еді. Демек, 57-тен азайтамыз 10-ды, азайтамыз 13-ті, және азайтамыз 14-ті. Сол кезде бізде 20 қалады. Демек, бізде экономиканы тек қана 20 адам таңдаған. Тек қана бір мамандықты таңдаған адамдар саны деп сұраған екен. Яғни 20-ға қосамыз 16-ны және қосамыз 28-ді. Демек, тек қана бір ғана мамандықтарды таңдаған адамдардың саны, яғни жалпы саны 64 адам, тек қана бір мамандықты таңдаған адамдар. Үшінші есеп. 11-ші сыныпта 40 оқушы бар. Олардың 75%-ның қызыл түсті қаламы, ал 60%-ның қара түсті қаламы бар. Әрбір оқушының кем дегенде бір қаламы бар. Тек қана қызыл түсті қаламы бар оқушылардың саны нешеге тең? Екі түсті қаламы бар оқушылардың саны нешеге тең дейді. Олай болатын болса, 75%, яғни 40 оқушының 75%-ын тауып алайық. 40 оқушымыз бізде ол 100% болатын болса, демек 40-ты көбейтеміз 75 0,75-ке. 40-ты көбейтеміз 0,75-ке, нәтижесінде 30 шығады екен. Демек, бізде қызыл түсті қаламы барлар оқушылардың саны 30 оқушы. 30 оқушы осыны таңдаған болатын болса, 40 оқушымыздың 60%-ның қара түсті қаламы бар дейді. 40-ты көбейтеміз, 60% дегеніміз ол 0,6 тең. 40-ты көбейтеміз 0,6-ға, нәтижесінде 24 шығады. 24 оқушы шығады. Енді мына оқушыларды қосатын болсаңыздар,
қосындысы 54 болып кетті, яғни мынадан не есеп кетті, асып кетті. Тек қана қызыл түсті қаламы бар оқушылардың саны нешеге тең? Екі түстіде қаламы бар оқушылардың саны нешеге тең деп айтқан екен. Демек, былай жасаймыз. Мыналардың барлығының қосындысы қанша болды? 54. 54-тен азайтамыз 40-ты, қанша шығады бізде? 14 шығады. Демек, 14 адам ол ортақ деген сөз. Яғни мына жақты қызыл түсті деп шеңберге алатын болсақ, мына жақты қара деп қояйық, қара түсті. Демек, ортаға қанша бізде? 14. Енді қызыл түсті бізде 30 деп айтты. Демек, 14 ортақ таңдалған адамдар. Олай болатын болса, тек қана қызыл ұстайтын адамдардың саны 16. Ал қара түсті бізде 24 адам ұстайды деп айтты. Демек, 14-іміз ортақ адам болып тұр. Демек, тек қана қара түстіні ұстайтын адамдардың саны 10. Тек қана қызыл түсті қаламы бар оқушылардың саны қаншаға тең деп айтты? Ол 16-ға тең. Екі түсті қаламы барлардың саны ол қаншаға тең? Дәл ортасында тұрған 14-ке тең. Төртінші есеп. Сыныптағы оқушылардың 18-і ағылшын, 16-сы түрік тілін үйренді. Осы оқушылардың 7-і ағылшын және түрік тілін біледі. Сыныптағы барлық оқушылардың санын анықтаңыз дейді. Яғни 18-ге қосамыз 16-ны, нәтижесінен 7-ні есеп тастаймыз, азайтып тастаймыз. 18-ге 16-ны қосамыз, 18 қосылған 16, азайтылған 7 тең болады 27-ге. Яғни 27-ге тең. Сыныпта барлығы неше оқушы бар деп сұрады. Жауабы 27.